Жасөспірімдердің жолдастық кездесуі Қайрат футбол клубының балғындары Қырғызстанда халықаралық жарысқа қатысты. Жас аяқ топшылардың аяқ алысы туралы келесі бейнематериалдан біле аласыздар. Алаңда доп теуіп жүргендер 7-8 жастағы балғындар, алайда олар әлем чемпионатының ақтық сынында ойын көрсетіп жүргендей, алыстан соққы бағыттап, түрлі айла тәсілдерді пайдаланып ойынды қыздыра түсті. Сегодня мы в автобусе ехали. Ересектердің командасымен бірге келгендей сезімде болдық. Балалардың дайындығы жақсы. Олар дене бітімі, тіпті моральдық жағынан да сақадай сай тұр. Бірінші айналымда спортшылар бар әдіс тәсілдерін пайдаланып бақты. Қайрат командасының аяқ топшылары бір-біріне пас беріп, алыстан соққы бағыттады. Ал Абдышата командасының ойыншылары әр мүмкіндікті қалт жібермеуге тырысты. Во-первых, возможность посмотреть, действительно проверить свои силы. Бұл жарыс балаларға мүмкіндіктерін сынап көру үшін қажет. Оған қоса қарсыласыңның ойын тактикасын зерттейсің. Бір сөзбен айтқанда, футболшылар үшін үлкен тәжірибе. Бірінші ойында 4-3 есебімен алаң иелері жеңіске жетті. Қайраттықтардың айтуынша балалардың ұзақ жол жүріп келуі ойынға әсер еткен. Қазақстандық жасөспірімдер қолдан жасалған алаңда доп теуіп үйренген. Понравилась сама команда. Команда жақсы өнер көрсетті. Мықты ойыншылар да бар. Бап емес, бақ жетіспеді. Алматылық аяқ топшылардың Бішкекке ат басын бұруы алғаш рет. Жолдастық кездесу үшінде ата-аналардың қалталары қағылды. Әзірге балғын спортшылардың демеушілері де осы кісілер болып тұр. Әсел Ауданбаева, Бақыт Чермашев, Виктор Акуленко, Бішкек, Қырғызстан.